тағдырды Алла жазып қойды деп біз көбіне өткен шақпен сөйлейміз. Алланың алдында өткен шақ, болашақ, қазіргі шақ деген секілді шақтар мен замандардан Алла ада. Тағдыр Алланың ілімі. Алланың ілімі шексіз. Мына нәрсені ескеруіміз керек. Тағдыр мәселесінде ешбір ғалым түбегейлі толыққанды тағдыр мәселесін түсіндіре алмаған. Және бір шешімін айтып, нақты нүктесін қоя алмаған тағдыр мәселесінде. Өйткені адамның шектеулі ілімі Алланың шексіз ілімімен байланысты тағдырын қамти алмайды. Және тағдырды Алла жазып қойды деп біз көбіне өткен шақпен сөйлейміз. Ол өзіміз түсіну үшін солай айтамыз. Ал негізінде Алла шаққа тәуелді емес. Алланың алдында өткен шақ, болашақ, қазіргі шақ деген секілді шақтар мен замандардан Алла ада. Сондықтан біз жазып қойды деген кезде тағдырымыз бейне бір өткенде жазылған секілді солай өзіміз түсіну үшін солай айтамыз. Алланың алдында жазылған, жазады деген шақтар жоқ қой. Ол мысалға айнаны бүйтіп ұстаған кезде астындағы нәрселердің барлығы мынаусы да, мына басы да бір сәтте қамтылады. Солай ғой. Мына жағы бірінші, мына жағы екінші қамтылмайды, көтерген. Барлығын бірден қамтиды. Алланың ілімі де бүкіл жаратылыстың тағдырын, қалай болғанын, болатынын, болып жатқанын бір сәтте қамтып тұр.